Іле ауданында жасөспірімдер арасында лудоманияның алдын алу бойынша семинар тренинг өтті. Бұл күрделі әлеуметтік мәселе үнемі қоғам назарында. Бейресми деректерге сәйкес Қазақстанда шамамен 700 мың адам құмар ойын ойнайды. Ал балаларды осы зиянды әдеттен қалай қорғауға болады? Тілшіміз баяндайды. Бұл оңалту орталығындағы топтық терапия. Мұнда химиялық және химиялық емес тәуелділігі бар адамдар ем қабылдайды. Яғни ішімдік, нашақорлық пен лудоманиядан зардап шегетін жандар. Семен бұл жерге 2 ай бұрын келді. 5 жыл бойы ойын құмармын. 30 миллион теңгеге қарызға баттым. Ата-анам бәрін білді. Алғашында ақшаны аздан сұрайтынмын. Кейін үлкен сома ұтылғанымды айттым. Бірақ қазір жұмысым да қарызды өтеуге мүмкіндігім де жоқ. Реабилитациялық орталықтың жетекшісі клиникалық психолог Антон Лапшин әртүрлі тәуелділігі бар адамдарға өз ауруын түсінуге көмектеседі. Бұл ұзақ әрі күрделі емделу процесінің маңызды бөлігі. Осында емделіп жатқан жандардың оқиғалары әрқилы. Біреу 5 миллион теңгеге ұтылса, тағы бірі миллиард теңгеге белшеден батқан. Көбіне аралас тәуелділік кездеседі. Негізгісі құмар ойын, бірақ оған алкоголь мен есірткі қосылады. Семен 2 айда көп нәрсені санасыз күзінен өткізіп, оңбай шалыс басқанын түсінді. Дертпен күресте тек белсенді болу керектігін ұқты. У меня есть план находиться здесь. Барлығына өзім кінәлімін. Терапиядан өтсем, бұл әдеттен арыламын деп ойлаймын. 1 жыл осында боламын. Кейін осы орталықта волонтер болып қалғым келеді. Көп жағдайда мұндай қиындыққа тап болған адамдар үшін ең ауыр қадам мәселені мойындап көмек сұрау. Орталық толық сауығып кетуге кепілдік бермейді. Бірақ көмек сұрағандарға қолдау көрсетуге дайын. Құмар ойын қоғамның дерті. Ол кейіпкерлердің оқиғалары жастарға қатаң ескерту. Өтеген Батыр кентінде өткен семинарда лудоманияның алдын алу мәселесі көтеріліп, мамандар одан сақтану жолдарын ұсынды. Ойын құмарлық қоғам дерті. Ол тек бір адамның ғана емес, тұтас отбасының тағдырына әсер етіп, әлеуметтік мәселелердің ушығуына әкеледі. Компьютерлік ойындар арқылы олар ставка қойып, өздері қаржыларын, әке-шешесінің қаржыларын жоғалтуда, әртүрлі бір қайталанбас үлкен бір келеңсіз оқиғаларға ұшырап жатыр. Жалпы лудомания бұл енді бүгінгі күні ең қауіпті дерттің біріне айналып отыр. Сол лудоманияның кесірінен қаншама шаңырақтар ойрандалып, қаншама отбасылар ажырасып, мысалы жұмыстарынан айырылып жастар, және ең соңы бұл суицидке, өлімге әкеліп жатқан жағдайлар кездесіп жатыр. Жастар арасында бұл мәселенің белең алуы алаңдатады. Сондықтан ойын құмарлықтың алдын алу, зиянын ерте жастан түсіндіру қоғам болып атқаратын маңызды міндет дейді ұйымдастырушылар. Алмас Садуақас, Тимур Жұмажанов, Нұрлан Досмағамбетов, Қонаев медиа.